Отырыңдар. Бүгін сыныпта бәріміз түгелміз бе балалар? Жарайсыңдар. Қазір математика сабағын бастаймыз. Балалар, үйге қандай тапсырма берілді, кім айтады? Жансай айта ғой. Үй жұмысы бойынша тапсырма: қар тазалайтын 2 машина бір уақытта таңғы сағат 8-де шығып бір уақытта қарай жүрді. Бірінші машина жылдамырақ жүргендіктен сағат 11-де олардың арақашықтығы 6 км болды. Егер екіншісінің жылдамдығы 30 км/сағат болса, онда бірінші машинаның жылдамдығы қандай? Жарайсың. Ал кімді үй тапсырмасының жауабын кім айтады? Ал үй тапсырмасын кім айтады? Жайна айта ғой. Жылдамдық 2-30 км/сағат, арақашықтық 6 км, жылдамдық 1 белгісіз км/сағат. Шешуі: уақытты табу үшін 11-ден 8-ді аламыз. 3 сағат x. Бірінші машинаның жылдамдығы. Жылдамдық қашықтықты табу үшін жылдамдық 1-ден жылдамдық 2-ні аламыз. X-тан 30-ды аламыз. Арақашықтықты табу үшін жылдамдық қашықтық пен уақытты көбейтеміз. Жақшартылған x азайтылған 30, жақша жауылған көбейтілген 3. Бұл жерде теңдеу құрамыз. Жақша ашылған x азайтылған 30 көбейту 3 тең 6. X азайтылған 30 тең 6 бөлу 3. X азайту 30 тең 2. X тең 2-ге қосамыз 30-ды. X тең 32 км/сағат. Жауабы: бірінші машинаның жылдамдығы 32 км/сағат. Тамаша, жарайсың. Отыра ғой Жайна. Бүгінгі балалар сабақтың тақырыбы бір бағытта қуып жету және қалып қою қозғалысы. Сабақтың мақсаты қуып жету қозғалысына байланысты формулаларды шығарып алады және қолданады. Артынан қуып жету, бір бағытта қалып қою қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешеді. Нысандардың бастапқы орны мен қозғалыс бағытын бір-біріне қарама-қарсы, бірінен бір қарама-қарсы бағытта анықтайды. Бірінші тапсырманы кім оқиды? Әлібек оқи ғой. Арал теңізі Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан ағынсыз тұзды көл. Арал теңізі қазір қандай жағдайда екенін анықта. Неге мұны нағыз экологиялық апат дейміз? Неге мұны экологиялық апат дейміз? Кім айтады? Ернар айта ғой. 1960 жылы 68.900 км², 2015 жылы 8300 км². Шешуі: 68.900 азайтылған 8300 тең 60.597 км². Жауабы: 2015 жылдар аралығында Арал теңізінің ауданы 60.597 км²-ға келген. Тамаша, жарайсың. Балалар, екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырманы кім оқиды? Тоқар оқи ғой. Арыстан 2 км болған 2 айлықтан бір уақытта және бір бағытта қайықтың катер жолға шықты. Катердің жылдамдығы 25 км/сағат, ал қайықтың жылдамдығы 7 км/сағат. Біраз уақыттан кейін катер қайықты қуып жетеді. Катер жүріп өткен арақашықтықты тап. Жарайсың. Ал екінші тапсырманың жауабын кім айтады? Нұрсұлтан айта ғой. Арақашықтық 54 км, жылдамдық 1 арақашықтық 24 км, жылдамдық 25 км/сағат, жылдамдық 7 км/сағат. Уақыт белгісіз сағат, арақашықтық белгісіз километр. Шешуі: жылдамдық қашықтық тең жылдамдық 1 азайтылған жылдамдық 2 тең 25 азайтылған 7 18 км/сағат. Уақыт тең арақашықтық бөлінген жылдамдық қашықтық тең 20 бөлінген 18 3 сағат. Арақашықтық 1 тең жылдамдық 1 көбейтілген уақыт тең 25 көбейтілген 3 75 км/сағат. Жауабы: катер 75 км арақашықтықта жүріп өткен. Жарайсың. Балалар, қазір топтық жұмыс. Топқа жиналамыз.
тоқтайын. Бірінші топ келе ғой, кім қорғайды? Айзеге. Екінші топтан кім қорғайды? Жайна. Үшінші топтан кім қорғайды? Гүлбану. Келе ғой. Келіңдер. Уақыт 1 сағат арақашықтық 15 километр арақашықтық 105 километр. Уақыт 2 сағат арақашықтық 30 километр арақашықтық 90 километр. Уақыт 3 сағат арақашықтық 45 километр арақашықтық 75 километр. Уақыт 4 сағат арақашықтық 60 километр арақашықтық 60 километр. Уақыт 5 сағат арақашықтық 75 километр арақашықтық 45 километр. Уақыт 6 сағат арақашықтық 90 километр арақашықтық 30 километр. Уақыт 7 сағат арақашықтық 105 километр арақашықтық 15 километр. Ал уақыт 8 сағат арақашықтық 120 километр арақашықтық 0 километр. Тамаша. Жылдамдық 15 километр сағат, жылдамдық 20 километр сағат, уақыт 3 сағат, арақашықтық белгісіз километр. Шешуі: жақындау жылдамдығын табу үшін жылдамдық 1 мен жылдамдық 2-ні қосамыз. 15 пен 20-ны қосамыз, 35 километр сағат. Арақашықтықты табу үшін жақындау жылдамдығымен уақытты көбейтеміз. 35 пен 3-ті көбейтеміз, 105 километр. Жауабы 2 кенттің арақашықтығы 105 километр. Тамаша, жарайсың, отыра ғой. Ал Гүлбану, бастай ғой. Жылдамдық 2-ні табу үшін 12 мен 3-ті қосамыз, тең 15 километр сағат. Уақыт арақашықтық бөлу жылдамдық 1 тең 60 бөлу 15 тең 4 сағат. Уақыт 2 табу үшін 12:00 қосу 4 сағат тең 16:00. Жауабы бірінші немесе бірінші келеді. Жарайсың. Тамаша. Екінші топ, үшінші топ, бірінші топты бағалайықшы. Екінші топ, бірінші топ пен үшінші топ. Екінші топты бағалайық. Үшінші топты, бірінші, екінші топ бағалайық. Жарайсыңдар балалар. Төртінші тапсырманы қараймыз. Кім оқиды? Нұржас оқи ғой. Арақашықтықта 930 километр болатын екі қаладан бір уақытта біріне қарама-қарсы екі автокөлік шығып, 6 сағаттан кейін кездесті. Автокөліктердің біреуі 85 км сағат жылдамдықпен жүрген болса, ал екіншісінің жылдамдығы қандай? Екінші автокөліктің жылдамдығы болсын. Балалар, бұл жерде есепті теңдеу құрып шығарамыз. Ал теңдеу құрып кім шығарып, ауызша айтып береді маған. Дастан айта ғой. Арақашықтық 930 км уақыт, 6 сағат жылдамдықта 8 км сағат жылдамдығы 5 км сағат. Шешуі: бұл жерде теңдеу құрады. Екінші автокөліктің жылдамдығы болсын. Жылдамдық жағы тең жылдамдық 1 қосылған жылдамдығы тең 85 қосылған X жақша. Арақашықтық тең жылдамдық жағын көбейтілген уақыт тең жақша ашылған 85 қосылған X жақша жабылған көбейтілген 6. Жақша ашылған 85 қосылған X жақша жабылған көбейтілген 6 тең 930 км. 85 қосылған X тең 930 бөлінген 6. 85 қосылған X тең 155. X тең 155 азайтылған 85. X тең 75 км сағат жылдамдығы. Жауабы: екінші автокөліктің жылдамдығы 70 км сағат. Жарайсың. Ал бала 5-ші тапсырмаға қараймыз. Есептерді шығар. Кім оқиды? Сезім оқи ғой. Екі салт атты бір ауылдан бір уақытта бір бағытқа қарай жолға шықты. Екінші салт аттың жылдамдығы 10 км сағат, ал екіншісінің жылдамдығы 8 км сағат. Неше сағаттан кейін екеуінің арақашықтығы 6 км болды. Жарайсың. Ал осы 5-ші тапсырманың асыл жауабын кім оқып береді? Маған кім айтады? Әділбек айтады. Жылдамдық 10 км сағат, жылдамдық 8 км сағат, арақашықтық 6 км. Уақыт белгісіз сағат. Шешуі: бірінші ауыл. Жылдамдық қашықтықты табу үшін жылдамдық 1 мен жылдамдық 2-ні азайтамыз. Тең 10 айырма 8 тең 2 км сағат. Екінші амал. Уақытты табу үшін арақашықтық пен жылдамдық қашықтықты бөлеміз. Тең
6 бөлу 2 тең 3 сағат. Жауабы: 3 сағаттан кейін екеуінің арақашықтығы 6 километр болады. Жарайсың, тамаша. Ал 5-ші есептің қайсысын кім оқиды? Нұржас оқи ғой. Арақашықтығы 30 километр болатын екі ауылдан бір уақытта екі салт атты шығып көлге қарай жүрді. Алыс ауылдан шыққан салт аттының жылдамдығы 12 километр сағат, ал жақын ауылдан шыққан салт аттынікі 6 километр сағат. Неше сағаттан кейін біреуі екіншісі қуып жетеді. Балалар, 5-ші тапсырманың әсінің жауабын кім оқып береді, маған кім айтып береді? Айтаға Гауһар. Арақашы 30 километр, жылдамдық 12 километр сағат, жылдамдық 6 километр сағат, уақыт белгісі сағат. Шешуі: бір шамалы жылдамдық қашықтықты табу үшін жылдамдық 1 мен жылдамдық 2-ні аламыз. Тең 12 азайту 6 тең 6 километр сағат. Екі шамалы уақытты табу үшін арақашықпен жылдамдықты бөлеміз. Тең 30 бөлу 6 тең 5 сағат. Жауабы: 5 сағаттан кейін біреуі екіншісі қуып жетеді. Жарайсыңдар, Гауһар, отыра ғой. Балалар, алдарыңызда өзіңіз бағалау шкаласы. Осы бағалау шкаласымен өзіміз бағалап қоямыз. 6-ші тапсырмаға қараймыз. Қозғалыс графигіне қарап, сұрақтарға жауап бер дейді. Кім оқиды? Әділбек оқи ғой. Мотоциклдің автокөліктен бастапқы қозғалысы туралы не айтуға болады? Жолға шығар алдында олар бір-бірінен қандай арақашықтықта болды? Қанша уақыттан кейін кездесті? Кездескенге дейін олардың жылдамдығы нешеге тең? Графикте биіктен жоғары көтерілмейтін және төменге түспейтін жерлер бар. Қалай ойлайсың, бұл нені білдіреді? Көліктердің тоқтағанынан кейінгі жылдамдығы қандай? Жарайсың. Кім жауап береді осы 6-шы тапсырмаға? Кім дайын? Сезім айта ғой. Жол соқтығында жолға шығар алдында олар бір-бірінен қашықтықта болды 90 километр. Қанша уақыттан кейін кездесті? 1 сағаттан кейін кездесті. 12:00 айырма 11:00 тең 1 сағат. Кездескенге дейінгі автокөліктің жылдамдығы 60 километр сағат. Мотоциклдің жылдамдығы 30 километр сағат. Қозғалыс аялдамасын көрсететін телім. Тоқтағаннан кейінгі автокөліктің жылдамдығы 30 километр сағат. Мотоциклдің жылдамдығы 60 километр сағат. Жарайсың. Көліктердің тоқтағаннан кейінгі жылдамдығын қандай екенін білдік, иә балалар? Жарайсыңдар. Топтық жұмыс, топқа жиналайық. Жұмысты орындадық. Кім дайын? Келе ғой, 1-ші топтан Әділбек, 2-ші топтан Жайна, 3-ші топтан Гауһар. Келе ғой. 5 см, ені 4 см, көлемі 40 см, куб, биіктігі белгісіз сантиметр. Шешуі: биіктікті табу үшін ұзындықпен ені көбейтеміз. 5-пен көбейтеміз 4-ті. Тең 40 бөлу 20 тең 2 сантиметр. Жауабы: қағаз қысқырғыш қорабының биіктігі 2 сантиметр. Тамаша, отыра ғой. Ұзындығы 4 сантиметр, ені 3 сантиметр, көлемі 12 сантиметр, куб, биіктігі белгісіз сантиметр. Биіктігін табу үшін ұзындығымен енін көбейтеміз, оны бөлеміз көлеміне. 4 пен 3-ті көбейтеміз 12, оны бөлеміз 12-ге. Тең 1 сантиметр. Жауабы: санау таяқшалары қорабының биіктігі 1 сантиметр. Тамаша, жарайсың. Ұзындығы 7 сантиметр, ені 4 сантиметр, көлемі 280 сантиметр, биіктігі белгісіз сантиметр. Ұзындықпен енді көбейтеміз. 280 бөліп жасалған 7/4 тең 280 бөлімге 28 тең 10 сантиметр. Жауабы: сызық қорабының биіктігі 10 сантиметр. Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Ал балалар, бүгінгі сабақ ұнады ма сіздерге? Иә. Түсінікті болды ма? Иә. Алдыңызда
тұрған парақты ат басқышасына кері байланыс береді. Алымда киіз үй қожылып тұр.